Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында осындай өте дәмді сырники жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен менде дүкеннің творогымызды ыдысымызға салып, бетіне 2 ас қасық шекерімізді саламыз. Екеуін жақсылап араластырып, творогымызды езіп аламыз. Жақсылап езіп болған соң, оның үстіне бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Жұмыртқаны салған сонда жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстінен 2 ас қасық ұнды елекке салып, өткізіп саламыз. Барлық керек заттарымызды салып болған соң, жақсылап қасықтың көмегімен, болмаса қолмен араластырып, біріктіріп аламыз. Араласып бірігіп болған соң, осылай ыдысымыздан шығарып, қолдың көмегімен өзімізге ыңғайлы етіп жасап аламыз. Егер жабысатын болса, азырақ ұн себуге болады. Менде бұл жерде қатты қолыма жабысып тұрған жоқ, сондықтан ұн сепкен жоқпын. Өздеріңіздің қалауларыңызша үлкен болмаса, бұдан да кішірек қылып бөліктерге бөліп аламыз. Осылай қолдың көмегімен дөңгелек жасап аламыз. Дөңгелек жасап алған соң ыңғайлы етіп, осылай стаканның көмегімен бір тегіс етіп жасаймыз. Барлығын жасап болған соң, морозильникке бір 10 минутқа қойып аламыз қатырып, қуырғанға ыңғайлы болу үшін. Майымызды қыздырып, табамызға салып, 2 бетін қызартып, пісіріп аламыз. 2 бетін қызартып пісіріп болған соң, печкаға салып, бір 10 минутқа тағы да пісіріп аламыз. Сол кезде шикі болмай, таза піседі. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Мені жоғалтып алмау үшін міндетті түрде тіркеліңіздер. Менімен бірге видеоның соңына шейін болғандарыңыз үшін рахмет.